құлаған дене жолдың екінші жартысын 1 секундта жүріп өтсе, мұнараның биіктігі қандай дейді. G байқап отырсаңыздар 9-ы 8 деп көрсетілген. Ескеру қажет әрине. Қызық. Қызық есеп. В целом. Көрейік, жалпы не жайында қалай не болады деген секілді. Жалпы енді сан аз есептен негізі. Байқау керек та. Сан аз есептер апасен болады. Мысалы, мынандай қандай да бір дене бар деп алайық, бір қатты бір твердый бір дене не істейді? Құлайды. Төменге қарай құлап бара жатыр дейік. Какой-то бір твердый дене. Айтқандай, екінші жартысын 1 секундта жүріп өтті. Яғни, ровно екінші жартысы деген сөз. Екінші жартысын мысалға мен былай деп алсам, например, осы 1 секундта құлаған. И ол мынаяқта да бір какой-то бір уақытта құлады, дұрыс па? Ол явно 1 секундтан көп болады, себебі хотя екеуі бірдей жол негізінде, мына жерде h бөлу 2, мына жерде h бөлу 2. Так как общий h жалпы деп алсақ. Түсінікті ма? Не үшін? Себебі жерге жақындаған сайын дененің жылдамдығы арта береді. Сәйкесінше, мына жердегі жылдамдықпенен мына жердегі жылдамдықтар ұқсамайды мүлде. Өйткені бұл жерде не бар? Бұны жерге қарай құлатып баратқан, тот самый еркін түсу үдеуі деген нәрсе бар. 9,8. Ускорение. Жерге жақындаған сайын ускоряция ете береді. Сәйкесінше ол уже екі түрлі. Әр секунд сайын оның жылдамдығы не істеп тұр? Өзгеріп жатыр. Жерге жақындаған сайын оның жылдамдығы артып жатыр. Әр секунд сайын жылдамдығына 10 қосылып жатыр. Ал енді бұл есепті шығаруның қандай жолдары бар? Енді бұны оңай жолмен шығару үшін 1 секундтағы ашты таба салады мысалға да, ол үлкен қателік, олай жасауға болмайды. Или бүйтіп ойлайды көбісі, что жолдың жартысын 1 секундта құласа, мына жақта да 1 секундта құлайды деген сияқты. Олай емес, екеуі ровно жартысы болғанымен де бірдей уақытты құрай алмайды. Сол үшін бірінші нәрсе. Біз білетін бірінші нәрсе не? Мынау дененің жалпы, денеміздің жерге құлайтын общий уақытын алайық, т жалпы деген ол. Анау Т1 деген уақытпен 1 секундқа қоссақ, осыны көрсетеді. Хотя осы бізде бар. Плюс h жалпы деген нәрсе бар. H жалпы биіктік. Жалпы биіктік ол бірінші жартысын, яғни h бөлінген 2-ні құлайтын уақыты бар өзінің, құлайтын биіктігі бар. Мысалға айталық, ол жерді мен бүйтіп аламын, GT1 квадрат бөлінген 2 деп алайын. Ал екінші жартысы ол бізде h бөлу 2 деп алсам болатын шығар. H бөлінген деген секілді енді ашып көрсетсек болады, в принципе. H жалпының жартысына тең деп қоясың да осылай. H жалпы бөлу 2-ні бері қарай өткізсек не болады? Көрейік. H жалпы минус H жалпы бөлінген 2 тең GT1 квадрат бөлінген 2 деп қоямыз. Ортақ бөлім 2-ден берсек, сол кезде H жалпы бөлінген 2 тең болады GT1 квадрат бөлінген 2. Так, 2 мен 2 қысқартып жібереміз. Сол кезде h жалпы қалып тұр. H жалпы дегеніміз ол тоже GT квадрат бөлу 2 деп ашылады. Бірақ бұл жалпы уақыт тең GT1 квадрат деген сөз. Жыларын қысқартып жіберетін болсақ, Т жалпына 2 былай көбейтіледі. Сол кезде Т жалпы квадрат тең болып тұр 2Т1 квадратқа деген сөз. Осылай болып тұр екен. Енді бұл жерде бір әдіс бар негізі. Не істесек болады? Екі жағында былай түбірге алуға болады. Сол кезде Т жалпы қалады, ал мына жақта түбір астында 2, Т1 қалады. Сонда Т жалпы тең. Түбір асты 2-ні шығарып көрейік, қанша шығады екен. Так, 1/41. Даже 4 деп те алсақ болады. 1/414 Т1. До конца сандай ала берейік. Т жалпы деген менде наяқта мінекей Т1 қосып 1-ге тең. Т1 қосылған 1-ге тең. 1/414 Т1 деп қоямыз.
Т1-дің алдында 1 бар деп елестетсек, бұл былай қарай өтеді. Сол кезде 1 тең болады 1 де 414 Т1 минус Т1 деген сөз. Сол кезде 0 414 Т1 тең болады 1-ге. Значит, Т1 тең деген сөз. Так. Көрейік бір 0 0 0,7 секунд. Так. Пока осылай ситуация бізде. Бірінші жартысын осынша уақытта құлайды екен. Бірақ бұл так, sorry, бұл негізі бұлай болмайды. Өтік бөлшермен 1 бөлінген 0,400, так, 0,414, я? Sorry, 2-де, так, 2-де 41. Бәсе, что-то. Оны бір көбірек сияқты еді, надан деп қоямын, ол қалай бөлінген кезде бірден ассаң шығады. 2-де 415. 2-де 415 секунд. Бірінші бөлігін осынша уақытта құлайды деген. Ал екіншісін 1 секунд. Көрдіңіздер ма? Қаншалықты разница бар бұл жерде? Разница баршылық. Ал енді біз не істейміз? Мен пока что тек қана Т1-ді таптым ғой, дұрыс па? Мен үшін бірінші бөлігін өтетін уақыт. Значит, общий уақыт керек маған. Енді общий уақыт понятно шығар. Т жалпы уақыт дегеніміз. Осы 2-де 415-ке қосамыз мына 1-ді. Сол кезде 3-де 415 секунд болады. Мінекей. И формула саламыз. H жалпы тең GT квадрат бөлінген 2. Все, G-ға 9,8-ді қояйық. Көбейтілген уақытқа осы 3-де 415 сыртында квадраты бар, бөлінген 2 деп қойдық. Тең. Ал кеттік ал. Так, 3-де 415 квадраты осының. Көбейтеміз осыған 9,8-ді. И бөлеміз осыны 2-ге. 57-де 1 дейді. 50 с чем-то, я? Так. С жауабына келеді екен, я біздің ақтан прям жуықтап солай шығардық қой. Ну, 57-58, в принципе, С жауабына келіп тұр. Есеп қалай екен сіздер? Негізінде мен нақты просто нақтырақ шықсын деп мынау алдым да, а так негізі мынау соңында мысалы 15 дегенде алмай-ақ қойсаңыз да есеп шығады негізінде. Проблема жоқ. Мен просто точно шықсын деп, мысалы мына жерді алмай қоюға болады, например, да, мысалы. Мына 14-ті алмай қойсаңыздар болады деген секілді ғой. Жалпы есеп осылай. Мощный есеп, прям потолок. Есеп ұнаған болса, түсінікті болса, осы видеоның астына лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар міндетті түрде, осындай қызықты есептерді көбірек салатын боламыз. Келесі жүздескенше BML платформасындағы менің тегін сабақтарымды приложениені скачать ету арқылы көре аласыздар. Сіздерді күтемін.